Барлықтарыңызға сәлем, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Иса пайғамбар. Хазіретті Исаның анасы Мәриям болатын, ал Мәриямның әкесінің аты Имран болатын. Құрандағы Әли Имран сүресінде айтылатын Имран сол кісінің есімі. Яғни Имранның отбасы деген мағынаны білдіреді. Ол өз заманында ел ішінің беделді имамы еді. Осы Имран дүниеден озғанда қаршадай Мәриям қызға Хазірет Закария қамқорлық етіп ұстаз болды. Өйткені ол Мәриямның әкесінің қарындасын алған еді. Сол себепті Мәриямға жезде боп келетін. Анасы Хазірет Мәриямға жүкті болған кезден-ақ оны Аллахтың жолына арнап мінәжатханаға атаған болатын. Анасы құрсақтағы сәбиін ұл болады деп ойлаған. Алайда ол қыз болып туды. Сонда да сөзінде тұрып, аталмыш мінәжатханаға бағыштады. Хазірет Мәриям тұрған мінәжатханаға тек Закария ғана кіріп шығатын. Ол сол жерден көптеген ғажайып кереметтерді көретін. Құран соның бірін былай сипаттайды. Сонда оны Раббы жақсы қабылдап, көркем мінезді етіп өсірді, және оған Закарияны қамқоршы етті. Закария әр жолы оның бөлмесіне кірген сайын қасынан жеміс-жидектер мен әртүрлі азықтарды көретін. «Ей Мәриям, бұл саған қайдан келді?» деді. Мәриям: «Ол Аллахтан, шексіз Аллах қалаған құлына есепсіз ризықтар береді» деді. Әли Имран сүресі 37 аят деп баяндайды. Деректерде Хазірет Закария оның бөлмесіне қыста кірген кезде жаздық жемістер, ал жазда кірген кезде қыстық жемістер тұрғанын көретінін айтады. Сүйінші хабар. Мінәжатханада тынбай құлшылық жасаған Хазірет Мәриям есейіп бойжеткен қыз болды. Бір күні сонда құлшылық жасап отырғанда қасына адам кейпіндегі Жәбірейіл періште пайда болып кетті. Хазірет Мәриям өзінің қасында бейтаныс адамның тұрғанын көргенде не істерін білмей қатты қорықты. Ол есін дереу жиып, «Егер сен тақуа болсаң да, сенен Аллах тағалаға сыйынамын» деді. Бейтаныс кісі оған өзінің хақ тағала жіберген рух екендігін айтып, көңілін орнықтырды. Сосын іле-шала: «Мен саған бір таза бала беруге жіберілген Раббыңның елшісімін» деп түсіндіреді. Мәриям сүресі 18 аят. Хазірет Мәриям бала күннен талай рет жаратқанның нәсіп еткен кереметтерін көріп өскен болатын. Тіпті Раббысының оған қыстың күні жаздық жеміс, жаздың күні қыстық жемісті нәсіп етуінің сыры болашақта баласының да сондай мұғжиза болып дүниеге келетініне әзірлік еді. Әйтсе де ол таңырқағанын жасыра алмай: «Маған бір адам жақындамаса, қалай бала болады? Сондай-ақ суық жүріске салынбасам» деді. Жәбірейіл періште оған: «Ол солай» деді. «Өйткені Раббың, бұл маған оңай. Менен адам баласына бір үлгі әрі бір рахым. Бұл үкімі әлде қашан шығып қойған біткен іс еді» дейді. Мәриям сүресі 19-21 аяттар. Хақ тағала құдіретінде шек жоқ. Ол бір нәрсеге бол десе, сол сәтте бола қалады деп түсіндіреді. Жәбірейіл періште осыдан кейін Хазірет Мәриямға қарай үпіреді де ғажайып болып кетеді. Хазірет Мәриям ол кездері 15 жасар шамасында болатын. Көп кешікпей бойында жүктілік белгісі байқала бастады. Исраил халқы бір күні осыны байқап қалып, бір-бірлеріне өсектеді. Хазірет Мәриям өте тақуа және ұяң, ар-намысы таза қыз еді. Болған жайды ел-жұртқа ашықта айта алмай әбден қиналды. Төзімі таусылған ол бір күні алыс жаққа сапар шекті. Сол жерде толғақтың келуін күтті. Бір мезет жалғыз түп қураған құрма ағашының қасына жақындай беріп еді, толғақ қысып қатты қиналды. Бір жағынан жанына батқан өсек, енді бір жағынан ащы толғақ жанын қинады. Шыдай алмай, бүйтіп қорлық көргенше өлгенім артық қой деп қинала ыңыранды. Кейбір деректерде бұның қыз кезінде болғаны айтылады. Ол толғаққа шыдай алмай, қураған құрма ағашынан ұстай алған кезде әлгі ағаш бірден көгеріп әп-сәтте жеміс бере кетеді. Бұл керемет хақ тағаланың оған деген демеуі мен жәрдемі еді. Бала дүниеге келгенде Жәбірейіл періште оған дауыстап: «Уайымдама, Раббың астыңнан бір бұлақ жаратты. Құрманың бұтағын өзіңе қарай сілкіле, саған жас құрма түседі» дейді. «Ей Мәриям,
сол құрмадан жеп, судан іш. Көз айым бол. Сосын балаңды алып ел ішіне барғаныңда сені көрген халық қаумалап мына халіңді түсіндір деп сұрай қалса, оларға рахымды Аллах үшін бүгін ораза ұстадым. Сол себепті бүгін ешбір адаммен тілдеспеймін деп айт дейді. Бұл жерде оның ұстаған нәзір оразасы үнсіздік оразасы. Сол заманда осындай оразаның түрі болған. Осылай ауыз бекіткен адам әсте біреуге ауыз ашып тіл қатпайды. Бар жоғы айтқысы келген нәрсесін ыммен жеткізеді. Хазірет Мәриям жаңа туған сәбиін құндақтап, құшағына алып, ел ішіне қарай жолға шығады. Ол жасынан тақуалығымен танылған қыз болатын. Мәриям қыздың әрбір іс-әрекеті мен қылығы ел ішіне аңыздай тарайтын. Енді міне, сол бойжеткен қыз сәбиін көтерген күйі өздеріне бет алып келеді. Қала халқы оны көрген кезде беттерін кезек-кезек шымшып, көздерімен ішіп жеп бара жатты. Ақырында бәрі оны қаумалап алып, «Ей Мәриям, бұл қылғың қалай? Сен туралы ел аузында жүрген өсекке сенбей жүредік. Бұл не масқара» десе, енді бірі, «Әй Қарунның қарындасы, көзі тірісінде әкеңнің жаман қылғын көрмеп едік. Марқұмның тірі жанға қиянат жасапты дегенді естімеген едік. Байғұс шешеңнің де ешқандай жамандығы жоқ болатын. Сонда сен кімге тартып мұндай арсыздыққа барып жүрсің? Біз сені мінәжатханада күндіз түні құлшылық қылып, бала болып ойнап көрмеген, бойжеткенде ер кісінің жүзін көрмеген тақуа қыз деп мақтан тұтушы едік. Мына ісіңді бізге қалай түсіндірмексің деп шулай кетеді. Олар аузына келгенін айтып, кінәлаған кезде ол үнсіз тұра берді. Бір кезде халық көп жиналып, бұған қарсы дөрекі сөздер айта бастағанда, Хазірет Мәриям өзінің аузының бекіткенін, сондықтан сөйлей алмайтындығын, ал олардың сұрақтарына құшағындағы сәби баланың жауап беретінін меңзеп, балаға ишарат етеді. Бірін-бірі ентелеп, Мәриямды қаумалап тұрған халық, «Ей, мына қыз не деп тұр өзі? Есінен ауып қалған ба? О заманда бұ заман құндақтағы жаңа туған сәбидің сөйлегенін кім естіген? Бұл қыз жамандық істегенімен қоймай бізді мазақ еткісі келіп тұрма» деп даурыға бастайды. «Ал қане, Мәриям, айта қойшы, бұл сәбимен қалай сөйлесеміз?» деді оған қарап. Сол сәтте ана құшағындағы сәбиге тіл бітіп, «Рас, мен Аллах тағаланың құлымын. Маған кітап беріп, пайғамбар етті. Сондай-ақ қайда болсам да құтты етті де тіршілігім бойынша намазды, зекетті орындауға бұйырды. Мені шешеме мейірімді етіп, бір зорекер және қиқар қылмады. Маған туылған күнімде, өлер шағымда және тірілтетін күнімде амандық болады» дейді. Мәриям сүресі 30-33 аяттар. Сәби Иса «Мен Аллахтың құлымын» деп бастайды. Бұл сөз яхуди мен христиандарға берілген жауап. Өйткені кейін христиандар оны тәңір деп танып кетті. Һәм анасының мейірімді және оған құрмет етемін деуі арқылы оның бейкүнәлігін және орнының қашанда биік екендігін білдіреді. Хазірет Мәриям Құдыста көп тұрмайды. Өйткені бұл баланың әкесі Закария деп жала жауып, оны шейіт еткендер бар болатын. Осыдан кейін олар Хазірет Мәриямға да жамандық жасауға жоспар құрып жүрген еді. Ол Аллахтың әмірімен баласын алып жоғары аймаққа кетті. Ол жердің шөбі шүйгін, жемісі мол, суы кәусар, ауасы ғажап еді. Кейбір деректерде оның Мысырға кеткенін айтады. Бұл жерде ол 12 жыл тұрған соң Құдысқа оралып, Насыра ауылына орналасқан. Хазірет Иса 30-ға келгенде осы жерде тұрды. 30-ға толғанда оған пайғамбарлық міндеті жүктеліп, Исраил ұрпағына жіберілді. Ол алғашқы кезде өзінің пайғамбар ретінде жіберілгенін және Раббысынан бір хикмет келгенін, сол себепті Аллахтан қорқып, өзіне бағыну қажеттілігін алға тартып, халықты дінге шақырды. Аллах тағала елшісіне көптеген мұғжизалар берді. Негізі оның өмірге келуі де, көкке көтерілуі де мұғжиза еді. Оның мұғжизаларын жалпы 3-ке бөліп қарауға болады. Балшықтан құс жасап, оны үрлеп, сосын оған Аллахтың рұқсатымен жан беретін. Хазірет Иса заманында медицина өте қатты дамыған еді. Иса пайғамбар сол дамыған медицинаның шамасы келмейтін науқастарға шипа дарытты.
әсіресе зағип жандардың көзін емдеп, шырадай жандырды, алапестерді емдеп жазатын. Бұдан басқа жүздеген адам келіп, сол арқылы хақтан шипа табатын. Осының ең жоғары түрі өлген адамды қайта тірілтуі еді. Адамдарға ғайыптан хабар беретін. Ол адамдардың ішкен жегендерін және жиған нәрселері туралы көзбен көріп тұрғандай айтатын. Хазірет Иса Исраилдықтарды өзіне бағынуға шақырып, өзінің Тәуратты да растайтынын, бірақ елші расул болып, жаңа шариғатпен келгендіктен, Тәураттың кейбір заңдарын өзгерткенін халыққа жеткізеді. Сондай-ақ ол Исраил халқына: «Уа Исраил халқы, мені де, сендерді де жаратқан Раббымыз Аллах Тағалаға құлшылық қылыңдар» деп тәухидке шақырады. Маида сүресі 72 аят. Назарларыңызға рахмет. Лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.